Бірақ жақында бір жаңалық естідім, енді оқып мен де күліп алдым. Автобустар мен маршруткалардың кондукторларына бір айдың ішінде 3 тілді үйреніп алыңдар деген. Естідіңіздер ме? 3 тіл. Еще қандай тіл десеш? Испан тілі, Қытай тілі, ағылшын тілі. Кондукторларға. Ол кондукторлар вообще испанцты көрді ме екен десеңіздер, тіл түгіл деймін. Жоқ, сол кондукторларға бір айдың ішінде 3 тіл үйреніп алыңдар дегенше, жоғарыда отқан кейбір ағаларымызға бір айда қазақ тілін үйреніп алыңыздар десе бар ғой. Сол дұрыс па деп ойлаймын. Жоқ, жақсы ал. Кондукторлар 3 тілді үйреніп алды дейік. 3 тілді жатқа үйреніп алды дейік. Бір айдың ішінде еще қазақ тілі мен орыс тілін біледі. 5 тіл білетін адам сол кондуктор болып отыра ма деп ойлайды ма? 5 тіл білетін адам кондуктор болып отырмайды ғой. 5 тіл сол минутта отырған кейбір кісілер білмейтін шығар деп